Сүтті сиыр ұстап, сүтпен айналысқан дұрыс па? Сиырды бордаға қойып, етпен айналысқан дұрыс па? Жылқымен айналысқан дұрыс па? Қоймен айналысқан дұрыс па деп сұрақ қойып жатыр. Мен сиырды ғана білем, қой мен жылқыны білмеймін. Менің білетінім, жылқыны да семірттім, қойды да семірттім, бірақ көп айналысқан жоқпын. Жылқы мен қой сиырға қарағанда тез семіреді. Оның бірақ жасына қарай. Құнан дөнен жылқылар бір жарым айда жақсы сатуға келіп қалады. Ал сиырды ең кемі 4 ай, ең көбі 6 ай қоясын. Сүтпен айналысатын болсаң, өте керемет. Өйткені күнделікті ақшаң күнде түсіп тұрады. Өйткені қыста туатын сиыр қылып үргіліп ұсақ қойсаң, вообще күшті. Өйткені қыста сүт болмайды, жақсы өтімді болады. Бұл мәселелерді мен YouTube каналыма тіркеліп, сонда көрсеңіздер болады, айтып кеттім. Ең бірінші мәселе бизнесте сату. Сатуды өте күшті білу керексің. Жақсы бағада сатып білу керексің. Бір клиентпен шектелмеу керексің, дұрыс емес. Бір клиентке байланып қалу дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес бизнесте. Бірнеше клиент болу керек. Оны кейін бір ұмытпасам, кейінгі видеоларымда шығатын болар бұл мәселе. Неге бір клиент емес деген мәселеде. Ет бағытында ол да керемет нәрсе. Ет бағытында өзің малды көбейтіп, оның бұзауларын подсос қылып қоятын болсаң, өте керемет. Ал сүт бағытында бір сиыр 30 литр, 20 литр бермейтін болса, онда ол керемет емес. Ол бизнес болмайды. Ол күн көру болып есептеледі. 5-6 литр беретін бір сауғанда сиыр ұстайтын болсаң, ол сені күн көру ғана ол. Күніңді көру ол. Ол бизнес емес. И 10 сиыр болу керек. 30 литр, бір сауғанда 30-20 литр беретін 10 сиыр болатын болса, ол нағыз бизнес. Әрине, оны өткізетін жер тауып керексің. Өзбектер енді олар енді білмеймін, өзбектерге біз айтарымыз жоқ. Олар құрт қылып сатады, творог қылып сатады, өңдеп сатады. Өте керемет, жақсы. Бірақ оның бәрін есебін қалай шығаратынын білмеймін. Мен есебін бізде келмейді бағалары. Құрт қылып сатсаң да, творог қылып сатсаң да, бағалар келмеген соң мен сүт қылып сатып жіберуге тырысамын. Сүт қылып сату ең тиімді. Ал борда қуатын болса, мен бұзауды 1 жыл ұстаймын. Өйткені мен толық подсос қылмаймын. Күйін жақсы ұстау үшін ғана сүтін беремін бұзауларға. Біздің қазақтар барлық сүтін сауып алады, идіріп сауып алады да, бұзауы шөп жеп күн көре береді ғой дейді жазда. Бірақ бұзау деген оңалмайды шөпке. Ол сүтті дұрыс ембегеннен кейін. Өзінің нормасымен ембеген бұзау ешқашан оңалмайды. Оны семірту де қиын. Сол себептен мен басқалардан бұзауларын алғым келмейді. Өйткені олар сүтке тоймаған бұзау семіріп болмайды. Ал мен 1 жыл ұстаймын, өйткені оның асырау оңай. 1 жыл бұзауды сиырға қарағанда шөбі де аз, тезегі де аз деген сияқты бейнеті аз. 1 жыл ұстаймын, 1,5 жасқа келген мезгілде қоямын, керемет болады. Осы мезгілде ол жақсы көтеріледі, бордаға қойсаң.